Ерекше кездесу, болған оқиға. Киноларда көрсететін шынайы махаббат өмірде бар ма екен деген сұрақ көпшілігімізді мазалайтыны жасырын емес. Әсіресе қыздар қауымы. Біріміз махаббатты дәмханалар мен мейрамханалардан, енді біріміз көшеден, саябақтан, би алаңдарынан іздеп жатамыз. Алайда іздегеніміз алдымыздан шыға бермейді. Дегенмен, кейде жай ғана үйден шығып дүкенге бара жатқан жолда тағдырдың маңдайыңызға жазған азаматымен жоғалып қалуыңыз әбден мүмкін. Осы сынды романтикалық оқиғаларды естіп, көріп те жүрген боларсыз. Я, өмірдің тосын сыйлары таусылған ба? Менің құрбым Жанар туристік агенттікте жұмыс істейтін. Кезекті сапарында Италияға тек жұмыс бабымен барып қайтамын деп ойлаған. Италия мәдениетімен, асханасымен танысып, ол жер көруді мақсат еткен. Бір жағынан, бұрыннан бері жүріп жүрген жігіті екеуінің арасындағы бір шешілмес қиын түйіннен де жалыққанды. Сондықтан жырақта жүріп, асықпай ойлануға мүмкіндік туды деп біраз уақытқа шетелге ойланбастан кете барды. Шетелдегі экскурсиялық бағдарламалар күні бойы жалғасатындықтан кешке қарай шаршап, қонақ үйге әрең жетеді. Осылайша күндер өтіп жатты. Ерте тұру, күнделікті саяқтар, күні бойына аяғынан тік тұрып жер-жерді аралау жағымды көңіл-күй сыйласа да шаршатып жіберетіні анық. Тіпті бірде қатып ұйықтапты. Бірнеше сағат өткен соң орнынан атып тұрып сағатқа қараса 9-дан кетіп қалыпты. Бүгін оның еліне оралатын күні болатын. Сондықтан алып ұшып жылдам киініп қонақ үйдің кіре берісіне түседі. Ресепшнде отыратын қыз күлімдеп тұрып оята алмағанын айтады. Тіпті туристік топта келіп есікті қағып-қағып кетіп қалған. Ақырында Жанар ұшаққа кешігіп қалады. Әуежайға хабарласып жүріп, кешкі ұшаққа әрең дегенде тапсырыс беріп үлгерді. Кешкісін отырып, таң ата сүйікті Алматымды боламын деп ойлаған Жанар алдында керемет тосын сыйдың күтіп тұрғанын бейхабар еді. Билетін сатып алған соң жақын маңдағы дәмханаға кіріп, кофеге тапсырыс береді. Көзін жұмып, елінде қалған жігіті туралы ойлап, ақыры оған ешқандай сезімнің қалмағанын түсініп, байланысты үзуге бел буады. Бір мезетте ұшақтан кешігіп қалмаңыз деген ер адамның даусынан селк ете түседі. Мен онсыз да қалқып қойғанмын деп, Жанар қарсы алдында тұрған азаматқа ақырын ғана жымиып қойды. Сымбатты азамат қасына отырып өзін Дархан деп таныстырды. Осылайша Жанардың әңгімесін тыңдауға кіріседі. Әңгіменің қыза түскені соншалық, екеуі уақыттың қалай өткенін байқамай қалыпты. Тіркеуге аз қалғанда екінші рет ұшақтан қалып қойғаным жарамас деп Жанар орнынан атып тұрады. Дархан да Алматыда тұрады екен. Италия еліне досына қонаққа келген. Отанында өзінің жеке кәсібі де бар көрінеді. Ұшақта да екеуі қатар отырды. Арада біраз уақыт өтті. Екеуі жиі кездесіп хабарласып жүрді. Ақырында бір-біріне бауыр басып, қалай ғашық болып қалғандарын байқамай қалады. Осылайша қыз бен жігіт болып қол ұстасып жүріп, 3 айдан соң отбасын құруға шешім қабылдайды. Бүгінде Дархан мен Жанар көпке үлгілі отбасы бақытының бірі. Екеуі құрбымның сол бір кезде ұшақтан кешігіп қалып қойған күнін, яғни танысқан күндерін той-тойлап, жыл сайын ерекше атап өтуді дәстүрге айналдырған. Кейде біз тағдырға налып, неге бұлай болды екен, неге осы оқиға менің басымнан өтті екен деп қапаланатынымыз рас. Тіпті өмірде жайдан-жай ештеңе болмайтынын естен шығарып жатамыз. Қандай да бір оқиға болса, демек оның сізге тікелей қатысы болуы заңды. Яғни оның біреуге пайдасы немесе сіздің жақсы бағытқа қарай өзгеруіңіз үшін қажет болуы мүмкін. Сондықтан ішкі түйсігіңізді тыңдап, өз-өзіңізге әрдайым сенім артып жүріңіз. Бір жағымсыз оқиғаға тап болсаңыз, қатты қапаланудың қажеті жоқ. Қандай да бір кедергіден кейін үлкен қуаныштың күтіп тұрғанын сезіңіз. Оның өміріңізді жақсы арнаға бұратының оқиға болуы да ғажап емес. Яғни, әр нәрсенің бір қайыры бар деп ұғыныңыз.